Ең мықты туыпты ғой. Қазақта жақсы деген адамдардың жартысы сырым жақтан шығыпты ғой. Ортаға үрістендей тамада кеп, елдарды шақырды ғой шабама деп. Қолыма домбыра ұстап атып шықтым, масқарларым тойлайды деп ала бөлек. Ендеше бір қол соғып қоймаймыз ба төрдегі Баянғали ағама деп. Тағы да бір қол соғып қоймаймыз ба төрдегі Гүлайымдай анама деп. Қайыржан мен Айгүлге қол соғайық, біз қазақ ұл мен қызын бағалайық. Келесі қошеметің бізге болсын, ойлап та отырмаңдар балама деп. Дәл осындай тойларға келіп алып, қол соқпай отырып алу жаман әдет. Осындайдан басталатын, ортаға ұран сондай тасталатын. Қайыржан Тамирисің өсіп кетсін, қатайтып жас өмірге жасқанатын. Тамиристей батыр болсын, сұсынан келген жауы жасқанатын. Асылбектей иманды болсын дейміз, алыстан жақыннан да дос табатын. Атасы әжесіндей текті болсын, елінің шығаратын асқағатын. Кіндік папа мамадай мықты болсын, көтеріп қоймаймеген достыратын. Болмаса нұрлы гүлдей врач болсын, 6-шы емхананы басқаратын. Басында қажғырттың келе қалған, ол әулие болмаса неге қалған. Баянғали ағамыз бақытты ғой, әрине сұрасаңдар береді Аллам. Гүлайым апам 5 құрсақ көтеріпті, Айгүлдей келін сүріп ене болған. Ал енді Қайыржанға қол соғайық, бүгінде бір әулетке еге болған.